Саламатсыздар ма, менің құрметті көрермендерім. Бүгінгі видеоның тақырыбы число жизненного пути деген. Число жизненного пути деген қазақша переводтасақ, ол енді адамның өмірлік жолының саны деген. Адамның өмірлік жолының саны өзі енді аты айтып тұр. Бұл мына адамның өмірлік жолындағы ең бірінші басты мақсаты болып есептеледі. Басты мақсат болғандықтан оны міндетті түрде орындап, сол санның вибрациясы арқылы, сол санның берген бізге жаңағы подсказкалар дейміз ғой, сол вибрация, подсказка, сол арқылы жүру керек. Бірақ енді адамдар әртүрлі болады, әр адам өзі қалай қабылдайды өмірді, солай жүре береді. Кейбіреулер вообще білмейді, мен что-то ондай емес сияқтымын, ішімнен соны нетем, бірақ сыртта мен көрсетуге ұяламын, қойшы, осылай жүре берем дейді. Былайша алып қараған кезде, мына адамның туылған күні арқылы есептеп шығарылатын осындай сандарға мән бермей тастап кетуге болмайды. Өйткені мына жаңағы сан, жаңағы адамның өмірлік жолының саны, адамның өмірінің сценарийі есебінде сияқты ғой. Мысалы, киноны түсіргенде сценарий жазады, той жасаса да сценарий жазады. Енді адам любой нәрсеге бір мен мынаны былай істеймін, былай жасаймын деп жазып алмаймын, Енді адам өмірге келгеннен кейін ол адамда неше түрлі мақсаттар болады. Жаңағы орысша айтқанда жүреді ғой бәрі, ой, я не могу найти свое предназначение, ол деген не, мен біртүрлі адасып қалған сияқтымын, не істесем де жаңағы ұнамайды, ана жұмысқа барсам мынандай, мына жаққа барсам да ақша жоқ деген сияқты. Сондықтан да мына өмірлік жолдың саны деген ол ең бірінші адамның жаңағы қолына алу керек инструменті, сценарийі. Енді біз былайша айтамыз, бірақ кез келген адам таңдауы өзінде, оны жасай ма, жасамай ма. Өйткені ол адамның өмірлік жолының саны, соның вибрациясы адамға өзінің таланттарын шығаруға көмектеседі. Мысалы үшін бір адамға айтып атамыз, сенде деген творческий дар бар, сен обязательно мына жаққа қарай баруың керексің десе, не істеймін, оны мен қалай ақша табады дейді. Енді егерде ең бірінші ақшаны ойласа, ол кезде ешқандай да ақша келмейді. Ақшаны бірінші ойламау керек. Бірінші адам осы өмірге неге келеді? Өзінің ішіндегі талантын шығару үшін, өзін осы қоғамға көрсету үшін, мен не істей алам, мен соны басқа адамға жаңағы көмектесу ретінде, ол адамға пайда әкелу ретінде сөйтіп энергия алмасамыз. Сол кезде бар, энергия алмасып жүргеннен кейін жаңағы бізге сол басқа адамдарға еще больше көмектессін деп бізге Құдай соған ақша береді. Міне, сонда ақша, ол мына адамның өміріндегі мақсат ақша емес, мақсаты адамдарға көмектесу, ал ақша сол көмектесу үшін келетін нәрсе. Егерде адам бірінші очередь ақшаны ойлап, мен адамдарға, енді ойлайтын адамдар бар ғой, мысалы, ой қойшы, ол мені алдап кетеді, болмаса мені пайдаланып кетеді деп ойлауға болмайды. Сондықтан мына өмірлік жолының санын әр адам есептеткізіп, біліп, өзінің жолын ашып, ары қарата басқа жаңағы мақсаттарды, тоже соның бәрін жаздырып, есептеткізіп алып, сол арқылы жүрсе, бір-екі айда уже белгілі болады адамға. Мысалы үшін, мен мынаны істеп жатыр едім, бұрын істемейтін едім, қазір істейтін едім, шамалы жақсы болды. Мен бұрын адамдардың отношениесі маған былай еді, қазір шамалы өзгерді, ол адам маған басқаша қарайтын болды деген сияқты, уже адамның шамалы болса да жолы ашыла бастайды. Міне, осы жаңағы нумерологиялық біздегі талдаудың арасында болатын бір ғана, не деп айтамыз, бір ғана біздің жаңағы терминіміз, бір ғана санымыз, ол осы число жизненного пути. Келесі видеоларда тағы да басқа қандай нәрселерді біз консультация арқылы айтамыз, түсіндіреміз, соны айтып өтетін болам. Енді сіздерге ұнады ма, ұнаған жоқ па, число жизненного пути деген не, ол онсыз ақ біз жүре береміз деген адам болатын болса, әркімнің өзінің таңдауы. Мен сіздерді жаңағы міндетті түрде істеңдер деп жатырған жоқпын, бірақ
нағыз көмек керек болатын адам болса, өмірінің өзінің мақсатын білгісі келетін болса, балдарымды қай жерге жіберсем екен, бұл баламда қандай талант бар екенін білмей тұрмын дейтін ата ана болса, сол кезде менен сұрап білулеріңізге болады. Сау болыңыздар.